Сәлем достар, мен бүгін каналымда өте бір қызықты фильмді сіздерге қысқаша шолып беремін. Каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер, лайк, комментарий басыңыздар. Орманда жалғыз ғана қыз өмір сүреді. Ол өзінің виносын ішіп, тамағын жасап, пирогын жасап, өзінің өмірін өзі сүріп жүрген кезінде кенеттен күтпеген жағдайлар пайда бола бастайды. Мен сіздерге қазір барлығын толықтап түсіндіремін. Ол қыз және де көршісі болатын. Ол өзінің күнделікті жұмыстарын атқарып жүреді және де күтпеген жерден көршісі келіп қалады. Ол яғни мына автор қыз өзінің 13 жасында қандай ауруға шалдыққаны жайлы кітап қылып жазады және де ол подругасы оқуға береді. Подругасы оны оқып таңғалады және де кітаптың өте керемет жазылғаны туралы айтады. Сосын подружкасы айтады: "Жүр біздің үйге, бірге отырып шәй ішеміз, кино көреміз, біздің үйде қон", деп айтады. Бірақ ол қыз оған келіспейді, себебі менің жұмысым бар дейді. Сөйтеді де подругасы кетіп қалады және түн болады. Енді міне барлық хикаяның бәрі осы түннен басталады. Қыз ноутбугын қарап кино көріп отырады және де істеген тамағын жеп отырады. Сол кезде кенеттен газға қойып қойған өзінің тамағы есіне түседі. Сосын ол тамағын қарап жатқан кезде кенеттен сырттан терезеден айғайлаған қыздың даусы естіледі: "Көмектесіңіздер, есікті ашыңыз, көмек беріңіз", деп жан даусы ұшыраған қыз айғайлағанымен, бірақ мына қыз оны естімейді және де тамағын былай қарап жүреді. Арқасынан оқ қадалып, ол белгісіз бір ер адам, маска киген ер адам ол қызды бірнеше рет пышақты тақап өлтіріп тастайды. Сосын ол қыз мысығын іздей бастайды. Мысығын алай іздеп, былай іздеп, ақыры соңында тамағын салады да есігін ашып қояды. Яғни мысығы өзі келер деп. Сосын отырады да ноутбугіне қарай отыра жөнеледі. Үстіне қалың киім киіп алады, себебі есікті ашып қойған ғой. Ноутбугын ашып, не жаңалық болды екен деп аяғын көтеріп қойып жатқан кезінде өзінің телефонынан SMS келеді. Қызық, бұл SMS кімнен екен деп ашып қараса, өзінің номерінен. Қыз түсінбейді, яғни фотолар келген. Оны ашып қараса, баяғыдан бері не істеп жатқандарын барлығын фотоға түсіріп, өзіне қайта жіберіп отқан. Сол кезде ғана қыз ұғады телефонының жоғалғанын және де біреу сыртынан түсіріп отырып, оған жіберіп отқанын. Яғни қыз арқасына қарай қорқыныш билей бастайды. Денесінің бәрін қорқыныш билей бастап, жай ғана ноутбугын қойып, ашық есігіне қарай келе бастайды. Сол кезде келе бастаған кезде кенеттен бір дыбыс естіледі. Ол жерде маска киген ер адам оған қарай күліп тұрғанын байқайды. Сосын ол ер адам телефонын көрсетеді. Яғни осы ер адам телефонын алып қойған. Қыз жүгіреді де есікті жауып үлгереді. Келесі есікке қарап, тағы да жауып үлгереді. Келесі есікке қарағанда, ол есігі жабық екен. Яғни ер адам күлімсіреп оған қарап тұрады да басқа есіктерді іздей бастайды. Далада ары жүріп, бері жүріп, ол ер адам оны қорқыта бастайды. Қыз деген алай-дүлей қорқыныш билеп денесін, былай жүріп, яғни аузы ашылып, былай жүреді. Ал ер адам сыртта да олай жүреді, былай жүреді. Қай жердегі ашық есігін іздей бастайды. Оның барлық есіктері жабық. Сол кезде қыз 911-ге хабарласып жатқан кезінде кенеттен жарық өше бастайды. Себебі маска киген ер адам жарықты өшіріп тастаған болатын. Сосын өзінің пышағымен терезесін ойып тұрып, "Сені өлтіремін" деген намек тастайды. Сосын қыз абдырап қалады да енді қалай одан қашып құтылар жолын іздейді. Және де сыртқа қараса, бағанағы ер адам машинасының 4 дөңгелегін де желін шығарып тастайды. Яғни машинамен қашып кетпесін деген оймен. Қыз деген шарасыз қалды. Звондайын десе не телефоны жоқ, қашайын десе машинасын жарып тастады. Енді не істеймін деп қолындағы помадасымен терезеге жазып қояды. Яғни ол ер адамға хат жазады: "Мен сенің түріңді көрген жоқпын және де ешкімге айтпаймын, менің жігітім келеді" деп. Сол кезде ер адам қорықпастан маскасын шешіп түрін көрсетеді. Сол аралықта қыз далаға шығып қашпақшы болады. Ер адам оның аяғын жаралайды. Ол қанға батып үйіне келіп, есіктерін жауып тастаған, үйде біраз жылап отырады. Және де ойластыра бастайды, ол ер адамды қалай қылып өлтіруге болады.
бірақ та денесінен көп мөлшерде қан кетіп, қыз әлсірей бастайды. Сол кезде көршісі сырттан келіп қалып, бағанағы ер кісіні көреді. Ол ер кісіні таңырқай қарап, сенбей қарап тұрады. Ол ер кісі, яғни маскадағы ер адам, мен полицей қызметкерімін, бұл қызды сыртта қорғап тұрмын деп өтіріктерді айта бастайды. Сол кезде қыз іште ойланып отырады. Қалай қашсам да мені бәрібір өлтіреді. Яғни қыз тығырыққа тірелгенін байқайды. Ваннаға барсам да өлтіреді, диванда жатсам да өлтіреді, және де басқа жерге тығылсам да өлтіреді. Бәрібір өлемін деп қыз миына тоқиды да, ол ер адамды өлтіруді ойластыра бастайды. Сол кезде бағанағы маскадағы ер адам көршісін өлтіріп, мәйітін орманға тастап тастайды. Қыз мына жақта барлық ойлағанының барлығын іске асыру үшін ұзақ отырып ойланады, және де бір тұжырымға келген сияқты болады. Яғни қайда қарамай қыз өлетінін байқайды. Ол ұзақ ойланып, яғни ұзақ ойланады да бір шешімге келген сияқты болып тұрған кезінде даладағы маска киген ер адам мысығын ұстап алып оны өлтірмекші болады. Яғни сенің игеңде өледі қазір деп айтады. Сол кезде қыз іштен оған оқ атады. Арқасынан қашып барып қуалап жатқан кезінде қыздың қолы есікке қысылып қалады. Қыз жанұшыра айқайлайды, жіберуін өтінеді, бірақ ер адам әбден қолын таптап оны үстінен баса бастайды да қыз ақырында қолын жинап алып есікті жауып үлгереді. Сол кезде ер адам мен кетіп жатырмын деп оған айтады. Сол кезде қыз өзінің қанымен сен соңына дейін аяқта қорқақ деп қанымен терезеге жазып қояды. Ер адам оны оқып болғаннан кейін ашу ызасы келеді. Яғни ол қызды соңына дейін жеткізіп өлтірмекші болады. Сол кезде ол пышағын алуға кетіп қалады. Сол кезде қыз ноутбугын ашып алып, ата-анасына хат жолдай бастады. Яғни ол ер адамның бойы қанша, көзінің түсі қанша, және де шашының светі қандай, және де әке-шешесін жақсы көретінін айтып, қоштасу хатын жолдайды. Сол кезде ер адам есікті сындырып жатқан болады. Қыз асықпай әке-шешесімен қоштасып хат жолдайды да ноутбугын жауып қойып, басқа комнатаға қашуды ойлайды. Және де қашып кетеді. Қыз өте жаралы болатын, және де оның жарты қаны жерге ағып, ол келесі бөлмеге тығылып отқан кезінде ер адам сырттан білдіртпей келеді. Оны қыз байқамайды. Соңында байқап қалып, оның аяғына тығып алады. Қыз өлді-ау деп ойлайды, бірақ та ер адам сонда да өлмейді. Және де қыз амалсыздан тұрып, яғни барлық жері қан-жоса болып тұрып келесі бөлмеге қашып кетеді. Қалай қарамай қыз өзінің өлетінін, яғни шарасыз екендігін біліп тұр. Сондықтан да асханаға барып, былай қарап, ол ер адамды немен тығып өлтірсем екен деп ойлайды. Және де басы айналып Басы айналып, ол еденге құлап түседі. Сол кезде ер адам арқасынан қуалап келеді де, оның көзіне газ баллончик шашып жібереді қыз. Қыз жарайсың деп айтқым келеді осы жерде. Және де ұзақ қылқындырады қызды. Қыздың өткен өміріндегі бала кезі, әкесі, шешесі және де әпкесі көзіне елестей бастайды. Қыз соңғы демдерін жұта бастайды. Ер адам оны өлтірдім деп ойлайды. Сол кезде қыз қолына пышақ алып, мойнына осып жібереді. Еркек қанға оранып, бір рет айқайлайды да қыздың үстіне құлап түседі. Сол кезде қыз телефонын алып 911-ге хабарласады. Полиция қызметкерлері жетіп келеді. Каналға жазылып, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Тағы да қызықты кинолар болады.